Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ажурный болып шығатын, дәмі тіл үйірер, жұп-жұмсақ блиннің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті жұмыртқа, сүт, ұн, ас содасы, тұз және сұйық май. Қанша мөлшерде қажет екенін төменде описанияда қалдырамын. Ыдысқа жұмыртқаны жарамыз, қант саламыз. Екеуін венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Кейін сүтті толығымен құймай, жарты бөлігін ғана құямыз. Ұн саламыз. Ас содасы мен тұз саламыз. Барлығын жақсылап, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік болмау қажет. Осылай біркелкі масса болғанша жақсылап араластырыңыздар. Кейін қалған сүтті құямыз. Сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қою да және де сұйықта болмайтын осындай біркелкі масса сұйықтық болу қажет. Кейін блинныйға арналған арнайы табада қыздырып алып, екі жағын осылай пісіріп аламыз. Барлығын осылай қайталап, блинныйларымызды пісіреміз. Көріп тұрғаныңыздай ажурный болып шығады. Дәмі де тіл үйірер, жұп-жұмсақ, жасап көруге кеңес берем. Сіздермен болған салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.